Сәлем достар, бүгін мен терлеу туралы айтатын боламын. Төсекте жатып терлейтіндер арамызда өте көп. Қалың көрпе жамылған соң терлеу әрине заңдылық. Ал көрпе жамылмай жатып та терлеудің себебі бе? Мамандар кез келген дәрі ішіп жатқан адамдар терлейді дегенді айтады. Десе де дәрісіз де қалың көрпесіз де түнімен терлеп жататындар ше. Мұның себебі не? Тер қандай дерттің алдын алу керектігімізді ескертеді. Осы орайда эндокринолог дәрігерлер таңертең терлеп оянуға мына аурулар себеп болады дейді. Гормондық өзгерістер. Әйелдер етеккір келетін уақытта себепсіз терлейді. Зерттеушілер мұндай жағдайда 80%-нан астам әйелдер тап келеді дейді. Әрине бұл уақытша жағдай. Етеккір кеткен соң бәрі қалпына түседі. Ал егер тершеңді ары қарай да жалғасса, онда гормонға сараптама жасату керек. Олардың дұрыс бөлінуі жақсы жұмыс істеу денсаулығыңызға айтарлықтай ықпал етеді. Дәрі қабылдау. Егер сіз қандай да бір дәрі қабылдап жүрсеңіз, түнімен терлейсіз, әсіресе жүйкені тыныштандыратын, ауруды басатын, диабетті емдейтін, қалқанша без ауруының алдын алатын дәрілерді қабылдап жүрсеңіз, бұл жағдайға тап боласыз. Негізінде дені сау адам дәрі ішкеннен терлемейді. Сондықтан да дәріні ұсынған дәрігерді жағдайды айту керек. Себебі бұл дәрі сіздің дертіңізге әсер еткенімен денсаулығыңызға зиянын тигізуі мүмкін. Инфекциялық аурулар. Ағза инфекциясымен күресіп жатқан кезде вирусты, бактерияны және дене қызуын шығарады. Бұл кезде ағза теріп өледі. Кейде ұшық шыққанда, туберкулезбен ауырғанда терлейді. Одан бөлек түрлі созылмалы аурулар қозғағанда, баспа ауруы басталғанда, жөтел маздағанда терлейсіз. Алайда сіз ешқандай да инфекциялық аурумен ауырмасаңыз да терлейтін боласыз. Онда мына ауруларды сақтанғаныңыз жөн. Сізге онкологиялық, неврологиялық аурулар немесе инсульт қаупі төніп тұрғандығын дерек береді. Қандағы қанттың азаюы. Медицина тіліндегі гипогликемия деп аталады. Ағзада қант өз мөлшерінен азайған кезде адам терлей бастайды. Әсіресе инсулин қабылдайтындар мен диабет ауруының дәрісін үзбей ішетіндер түнімен терлеп шығады. Қалқанша без қызметінің күшеюі. Қалқанша безде гормонның деңгейі көтерілсе тершеңдік мазалайды. Бұл кезде дене қызуы көтеріліп, шілте-шілте болып терлеуіміз мүмкін. Иммундық жүйе. Иммунитет төмендегенде де адам терлей бастайды. Егер түннің ортасында үсті-басыңыз малмандай су болып оянсаңыз, тез арада иммунитетті көтеруге әрекет етіңіз. Өзіңіз білетіндей, иммунитет әлсіреген кезде ағзаға ауруға қарсы күресу күшінен айырылады. Біз түнімен терлеп жатқанымызға аса қатты мән бермейміз, бірақ бұл алаңдайтын мәселе екенін білгеніміз жөн. Гормондардың өзгерісі ағзаға инфекцияның түсуі, диабет ауруының алғашқы белгілері тер арқылы көрініс береді екен. Ендеше терлеп тұрған соң дереу душқа жүгірмей дәрігерге де тексеріліп қою керектігін ұмытпаңыз. Дәрігер сіздегі жайсыздықтың жан-жақты тексеріп, қажетті ем-шараларын жүргізеді. Қажетті дәрі беріп, арнайы диета ұсынады. Бұл сіздің ағзаңыздың жаулайын деп жатқан түрлі дерттің дендеуіне нүкте қояды.